Масқара не болып баратыр, Құдай-ау. Үйленбей тұрып жыныстық қатынасқа түсіп бір-бірін біліп алу керек дейді. Міндетті түрде менің ойымша төсектік қарым-қатынасқа түсіп көру керек. Өйткені енді әр адамның либидосы әртүрлі болады да. Мүмкін маған күніне 5 рет керек, ана кісіге 1 рет жеткілікті. Сосын кейін мен өзімнің 5 порциямды алмағаннан кейін күні бойы ашуланып жүруім мүмкін ол кісіге. Сөйтіп ұрыс көбейеді отбасыда. Қыз болып тұрмысқа шығу деген ол бұрынғы заманда қалған нәрсе сияқты. Қазір заман өзгерді, қоғам өзгерді, секс деген өте доступный нәрсеге айналды. Сонда үйленбей тұрып әр қызбен солай тексеріп, жыныстық қатынасқа түсіп жүру керек па? Немесе қыздарымыз солай жүру керек па, тексеріп әр жігітті? Не деген масқара, мынаны тоқтататын бір қой дейтін адам жоқ па? Үлкен абыройлы танымал ағаларымыз қалмады ма осыны қойыңдар, тоқтатыңдар, бұндай нәрсені айтпаңдар деп? Сондай тәрбие, сондай насихаттар, сондай сұхбаттар